Келесі MIDI файлға толығырақ тоқтайық. Мысалы, қалаған инструментімізді ашайық. Контакт. Arm Record'ты басамыз. Және запись жазайық. Ол үшін жұлдызшаны басамыз. Записті жазып алғаннан кейін, үстінен 2 рет басып, MIDI файлдың ішіне кіруге болады. Сол жақ батырмамен MIDI файлды үлкейтуге, немесе кішірейтуге болады. MIDI файлдың ішінде дәл сол сияқты вертикальны немесе горизонтальны жылжыту болады. Немесе біз бағана айтып кеткен бірінші навигацияны қолдануға болады. Яғни Ctrl, мышканың колесосы басып отыра, MIDI файлды вертикально ұлғайтамыз. Ctrl-ды жіберіп, тек қана мышканың колесосын қозғалтатын болсақ, ол кезде горизонтально ұлғайып немесе кішіреді. Ал MIDI файлдың жоғарғы бөліміне бару үшін пиано роллдың үстіне апарып, мышка арқылы қозғалтамыз колесосымен, немесе төмен түсіреміз. Бізде қарап отырғандарыңыздай, MIDI файлдар өте қисық жазылған. Мен өзім қисық ойнаймын негізі. Барлығын белгілеу үшін Ctrl-A-ны басамыз, немесе мышканың оң жақ бөлігін баса отыра, барлығын белгілеп аламыз. Бұл жерде квантайз жасау үшін, сеткеге әкелу үшін Q-ды басамыз. Және бұл жерде квантайздың окносы шығады настройкасының. Мысалға, таңдауға болады 1.8, 1.16, өзіңізге ыңғайлы. Мысалы, мен 1.8 таңдайын. Және де сонымен қатар свинг жасауға болады. Окей. Келесі тыңдап көрейік. Және стрелканы қалаған жерімізге апарып, қалаған аккорд тыңдауға болады. Басынан бастайық. Мысалы, мен осы аккордқа қосымша тағы да бір нота қосым келіп тұр. Ол үшін MIDI файлды қалаған аккордымызға апарамыз. Үстінен 2 рет басамыз. Автоматикалық түрде бізде қалаған нотамыз қосылды. Оның ұлғайтып немесе кішірейтуге болады. Және Shift-ті басып отырып, мышканың сол жақ батырмасымен сеткісіз қозғалтуымызға болады. Ctrl-Z. Және де бұл жерде MIDI файлдардың velocity-мен ойнауға болады. Қатты шығуына немесе жай шығуына. Немесе барлығын белгілеп алып, бірге түсіріп көтеру. Сонымен қатар, қалаған нотамызды мен бір такке созғым келеді. Белгіленген нотаны соңынан ұстап, оң жаққа жылжытамыз немесе қысқартамыз. Егер осылай отырып көп уақыт жоғалтпау үшін, мен барлығын көшіріп аламын және мышканың оң жақ бөлімін басамын. Event Properties настройкасына кіремін. Бұл жерде позицияны таңдауға болады. Мысалы, ұзындығы, length, 1 немесе velocity таңдауға болады. Мысалға, барлығының velocity-ін 1-де қылайық, 70. Жоқ, 90 қылайық. Және де Apply басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, барлық ноталар бір такке жылжыды. Окей басамыз. Және де сонымен қатар, бұл жерде барлығы белгіленген бойынша velocity-мен ойнауға болады. Мысалы, қалаған 100 немесе 79 деген сияқты. Келесі бұл транспорт бар. Және оның қасында сеткалар. Мысалы, мына жерде 1.16 сеткасы тұр. Егер гридтің қасында кнопкаға апарып
үстінен бір басып барлығын белгілеп алғаннан кейін мышканы түсірсек, бізде 1/8 болады. 1/4 немесе 1/2, 1/16, 1/32, 1/128. Қалағанын таңдап аламыз. Сонымен қатар барлық белгіленген ноталарды таб арқылы жіберуге болады. Мысалы, 128-ге сеткеге қойып, осындай трюктер жасап алуға болады. Тыңдаймыз. Мен өзімнің музыкалық хабарым жоқ, сондықтан кейбір кездері мен білем. Пианинода педаль болады, яғни басқан кезде звукты ұлғайтады, қосымша комната бере ма, сондай кешіріңіздер, мен ол жағынан хабарым аз, бірақ сонда да оны қалай қосатынын көрсетіп кетейін. Ол үшін pitchке кіреміз, әртүрлі нұсқалар таңдауға болады. Мысалы, маған тек қана педаль керек. Педаль 55 пен 86-ның ішінде болады. Мінекейіңіз, hold pedal on off. Таңдаймыз. Тағыдан Ctrl-ды басамыз. Мышканың сол жақ батырмасымен бірге өзімізге керек картинаны саламыз. Кешіріңіздер, қыржым болып салып шықтым. Ондай болып тұрады. Я, мысалы, өшіруге болады. Барлығын оң жақ кнопкамен батырмасын белгілеп аламыз. Delete. Осы жерде де сондай delete. Енді тыңдаймыз. Бұл жерде, яғни, педаль басылғаны және педальдың жабылғаны. Тағы да көптеген бір уақытша мелодиялар жазып шығайық. Velocity-ні түсіреміз. Мысалы, бізге керек емес ноталарды түгелдей өшіру үшін сол нотаның кнопкасын басамыз. Мысалы, ля. Мышканың оң жақ батырмасын баса отыра, барлығын белгілеп аламыз және delete кнопкасын басамыз. Нотаның суретін салу үшін бағана көрсетіп кеткендей таңдаймыз, немесе ұзартамыз, кішірейтеміз және өшіру үшін және Ctrl-ды басамыз. Сонымен қатар мышканың сол жақ батырмасын басамыз. Өшіреміз. Енді уақытша бізге керек емес педальдің суретін өшірейік. Барлығын белгілейміз. Оң жақ бөлігімен мышканың delete. Өшіреміз. Қайтадан ноталарды белгілейік. Q режиміне ауыстырамыз. Квантай жасап алдық. Мен сияқты көп нота танымайтын, білмейтін адамдарға мына жерде ыңғайлы кнопкалар бар. Мысалы, split. Бірінші 1/16-ға келейік. Окей. Splitті басамыз. Окей. Ctrl-Z. Келесі бізде velocity, яғни рандомный velocity береді. Келесі бізде арпеджиатор бөлімі, яғни рандомный арпеджиатор ойнап береді. Ctrl-Z сіздің таңдағаныңыз сеткіңізге байланысты ойлайды. Мысалы, 1/8 таңдайтын болсақ, 1/8-тік сеткіде арпеджиатор ойналады. Ctrl-Z. Келесі бізде more split, яғни сплиттің тағы бір түрі. 1/16-лық қылып таңдайық. Ctrl-Z, Q. Тағы да басқа вариантын таңдап көрейік. Барлық ноталарды өшіреміз.
келесі менде плагин, ол скрипт. Ашамыз. Осы жерден қалаған тональность таңдаймыз. Мысалы, ля минор дейік. Сонымен қатар бұл жерге generate дегенді басамыз. Секвенсордың ішіне кіріп, таңдалған тональностьте 1/8 немесе 1/16 ноталарда қалаған MIDI файлды алуға болады. Мысалы, 1/8 таңдайық, және generate таңдаймыз. Дәл сол сияқты көптеген заттар істеуге болады. Яғни бұл плагиннің мақсаты сізге белгіленген тональностьте соған байланысты әртүрлі мелодиялар ойнап береді.